Көрсетілген жағдайда, қарапайым жолда ешкім жоқ кезде мына екі жүргізуші келіп, жол көлік оқиғасын тудырды. Неге бұлай болды? Мына жолды қарап отырсаңыздар, бұл жерде ешқандай көлік жоқ, тек екі ғана көлік. Енді екеуі келіп үлкен апат жасады және басқаларға да зияны тиіп кете жаздады. Енді бұл жағдайды дұрыстап талдайық. Бұл жерде сабақ алатын өте ақпарат көп, сол үшін мұқият қарап алыңыздар. Жолда жүргізушілік мәдениет бізде өспесе, біз осылай қарапайым жағдайда келіп жол көлік оқиғасын тудыратын боламыз. Сол үшін жүргізушілік мәдениет мына бүкіл қоғам болып, сіз болып, біз жүргізушілік мәдениетімізді өсіруіміз керек. Мына жағдайда BMW автокөлігі келе жатып, сіз егер мұқият қарасаңыз, бұл жерде ол басты жолда келе жатыр. Яғни оның алдында мына басты жол деген белгі орнатылып тұр. Ал мына қапталынан келіп соққан, жанынан келіп соққан автокөлікте ол жол бер деген белгісі орнатылып тұр оның алдында. Яғни бұл жерде кез келген мына рульді ұстап жүрген жүргізуші, енді мына көлікке қызығып, көлік жүргізейін деп жүрген жүргізуші болса да, барлығы мына белгі мен мына белгіні бірден біледі. Осы екі белгінің мағынасын біледі. Яғни бұл қарапайым белгілер. Мына белгі басты жол деген белгі, ал осы белгі сізге жол бересіз, яғни сіз жол беріңіз деген белгі. Сіз яғни осы белгіні көрсеңіз, басты жолдағы жүргізушілерге жол бересіз. Ал егер осы басты жол деген белгісін көрсеңіз, онда сізге мына екінші дәрежелі жолдағы жүргізушілер жол беруге міндетті. Бірақ сіз егер басты жолмен келе жатсаңыз, мына қиылыстан ешқашанда қанша жылдамдықпен келе жатсыз, сонша жылдамдықпен алаңсыз өтіп кетуге мүлдем болмайды. Неге? Себебі сізге мына екінші дәрежелі жолда тұрған жүргізушілердің жол беретініне ешқандай да кепілдік жоқ, гарантия жоқ. Ол ереже бойынша жол беру керек, бірақ ол сізге жол бере ма, жол бермей ма, ол үлкен сұрақ. Және ол жерде ол үлкен жылдамдықпен келе жатса, ол жол бергісі келгеннің өзінде жол бере алмауы мүмкін. Яғни сізге ешқандай кепілдік жоқ болғандықтан, бұл жерде тек қана осы басты жол деген белгіге ғана сеніп, сіз қатты жылдамдықпен және алаңсыз осы жерден өтіп кетем десеңіз, өте үлкен қателік жасайсыз. Көп жүргізушілердің мына жолда жүрген кезде қателіктері осы. Және бұл жиі қайталанатын қателік. Осындай қарапайым қиылыста өте осындай үлкен апаттар болады. Және оның салдары ауыр болады. Неге? Себебі бұл жерде мына бас жолмен келе жатқан жүргізуші қатты жылдамдықпен өтеді. Ал мына екінші дәрежелі жолда келе жатқан жүргізуші ол мұқият болмайды. Яғни мына бас жолда көлік келе жатыр ма, келмей жатыр ма, оны қарап көз жеткізбейді. Немесе үлгерем деп өтіп қалады кейбіреулер. Үлгерем дейді, сосын үлгермей қалады. Сондай жағдайларда болады. Ал енді сіз бірақ бас жолда келе жатсаңыз, сіздің жылдамдығыңыз бәсең болып, сіз мына егер екінші дәрежелі жолдағы көлік қателесіп жол бере алмай, немесе жол бермей жатқан жағдайда, сіз сол апаттан қашатындай, тежеп қалатындай, немесе маневр жасайтындай мүмкіндігіңіз болу керек. Яғни сіз өзіңізге сондай запас қалдырып отыруыңыз керек жылдамдықтан. Енді сіз өзіңіз мәдениет жүргізуші ретінде екі жүргізушіге ойланасыз. Яғни мен мына бас жолда болсам қалай жүрем, мен мына екінші дәрежелі жолда тұрсам қалай жүрем деген өзіңізге сұрақ қоясыз. Яғни сіз екі жағдайда да ана жүргізуші қателесіп қалса не істеймін деген вариантпен жүруіңіз керек. Яғни сіз екі жүргізуші үшін ойланасыз осындай жағдайларда. Жалпы кез келген жолда солай іс-әрекет жасауыңыз керек. Неге? Себебі сіз мәдениет жүргізушісіз. Сізге А нүктесінен Б нүктесіне аман жету маңызды. Сізге өзіңіздікі прав болып немесе дұрыс болған маңызды емес. Сізге ең бастысы мына А нүктесінен Б нүктесіне аман жету. Мына апатқа түсіп, ол не прав бола берсін, бірақ апатты болдырмаған маңыздырақ. Түсінікті ғой, Енді осы жерде сіз түсініп алыңыз. Бас жолда келе жатсаңыз, ешқашан олай өтпеңіз. Тоқтаусыз, алаңдаусыз. Сіз міндетті түрде мына екінші дәрежелі жолдағы көліктің жүргізушісі не істеп жатыр, соның поведениесіне қарап, бұл жол беруге ниетті ме екен, жол бере ала ма екен деген оның жылдамдығын бір бағалап жібересіз. Сосын бары осы жерден аман-есен өтіп кетесіз. Енді бұл жерде олар өзімен өзі соғысып қана қоймай,
Бұл жерде мына жүргізуші, бұл жерде мына BMW автокөлігі соққаннан кейін ол айналып кетті. Енді ол мына жолдың іргесімен өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіге барып соға жаздады, яғни соны қаға жаздады. Ал ол жерде жаяу жүргінші өте мұқият кісі екен, өте маладес, өте жақсы жасады, жарайсың дейміз ол кісіге. Ол кісі бірден ана дауысты естіді де артына қарады. Артына қараған кезде ана көлік келе жатқанын, өзіне қарай келе жатқанын байқады да бірден қаша жөнелді. Яғни ол ана жерде наушникпен немесе мүлдем ой басқа жақта жан-жаққа қарамай былай келе жатқан кезде ол жайдан жүріп сол жерде зақым алып қалар еді. Сондықтан сіз біліңіз, жолда көлікпен жүрсеңіз де, жаяу жүрсеңіз де, велосипедпен, мопедпен, немен жүрсеңіз де, жолдың іргесінен жүріп бара жатсаңыз да, сіз біліңіз, жолдың іргесі, жолдың жан-жағы жалпы қауіпқа толы екенін, жолдың үсті қауіпқа толы екенін біліп жүріңіз. Яғни сол қауіптерге дайындалып сақ жүріңіз. Ең бастысы сізге сақ болу. Жан-жақта неше түрлі жағдай болады, сол үшін сіз өте мұқият болуыңыз керек. Жүргізуші ретінде бұл жерде әрине мына екінші дәрежелі жолдан келіп соққан жүргізуші кінәлі болады жол ережесі бойынша. Бірақ енді мына жерде пассажир немесе жүргізуші үлкен зақым алып қалуы мүмкін. Сондықтан апат болғаннан кейін кім кінәлі екені ол аса қатты маңызды нәрсе емес. Сізге ең бастысы амандық, ең бастысы денсаулық дейді ғой, сол міне ең бастысы амандық. Сізге аман жету керек болды. Апат болмау керек. Кім кінәлі болса да маңызды емес ол. Аса маңызды емес. Енді жолда осылай жүретін жүргізушілер бар. Өкінішке орай осындай жүргізушілер бар. Енді ол жүргізушілерге не дейсіз? Ол жүргізушіге бір ғана кеңес айтамын. Егер сіз жолда осылай жүретін болсаңыз, онда сізде бір ғана сұрақ болады. Бұл жерде сізде мына апатқа ұшырайсыз ба, апат бола ма деген сұрақ болмайды. Бұл жерде апат қашан болады? Яғни қазір сіз осылай келе жатып, осындай өте нашар жүріспен келе жатып, сіз қазір апатқа, яғни қай кезде сіз бір машинаға соғасыз деген ғана сұрақ болады. Басқа бұл жерде сұрақ болмайды. Соғасыз ба, соқпайсыз ба деген сұрақ болмайды уже. Бұл жерде тек қана қашан соғасыз? Қазір ма, немесе 5 секундтан кейін, немесе 1 минуттан кейін деген сұрақ болады. Яғни жолда осылай мына жолақтан мына жолаққа секіріп, бұл жүргізуші қазір мысалы алдында келе жатқан көлікті сол жағынан, одан кейін мына оң жағынан айналып өтеді. Солай шашка деп атайды. Осылай жасаған кезде ол бір көлік мысалы тұрып қалса, бұзылып қалса, немесе көрмей қалса бір көлікте барып соғады артынан. Оның артынан мына үлкен жылдамдықпен келе жатыр барлық көлік. Бұл жерде бір көлікке соқса, бірнеше көлік бірден кетеді. Сондықтан бұл өте үлкен қауіп төндіріп келе жатыр. Мына жүргізуші жолда жүрген қазір потенциалды өте үлкен қауіп тудырушы болып келе жатыр. Сондықтан сіз солай жолда жүрмеңіз. Жолда жүрген кезде қауіпсіз жүргізушілердің қатарынан болыңыз. Жолда жүрген кезде жүргізуші тек қана жол ережесін сақтап қана қоймай, жол ережесін сақтап, тәртіпті болып жүріп қана қоймай, ол мына қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек және. Яғни қауіпсіз жағдай жасап жүру керек. Қауіпті жағдай туындағанның өзінде қауіпсіз қылып жіберетіндей сондай жүргізушілік мәдениеттілік, сондай деңгейіміз болу керек. Және айта кететін мәселе бар. Мысалы осы жерде мына курсант келе жатыр көлік жүргізіп, оған инструктор оңға бұрыл деп айтты. Бұл жерде мына курсант оңға бұрылудың орнына солға бұрылып қойды. Неге? Бұл жерде қарапайым жағдай. Бұл жерде мына рульде отырған кісі, ол рульде отырып көлік жүргізіп келе жатыр, өзі денесі. Бірақ оның ойы басқа жақта деген сөз. Көп жүргізушілердің қателігі осында. Олар рульде отырып көлік жүргізіп келе жатады, бірақ олардың ойы сан-саққа жүгіріп басқа жақта отырады. Сосын оларда үлкен қателік орын алады. Яғни бір белгіні байқамай қалады. Кейбіреулері мына қызылға өтіп кететіндер бар, солай байқамай. Яғни қызыл жанып тұрған кезде қызылды байқамай, ана ойы басқа жақта ғой, енді байқап келе жатқан жоқ, жолдың жан-жағын не болып жатқан. Сол үшін өте олай ойыңыз басқа жақта болып жүргізуге болмайды көлікті. Сіз көлік жүргізген кезде тек қана мына жол жағдайын бақылап отыруыңыз керек. Мысалы,
әзіл деп айтамыз енді. Әзіл деп айтамыз. Мысалы, мына рульде келе жатып, анаған бір ұрсып, мынаған бір жаман сөз айтып, аны өйтті, мына жүргізуші бүйтіп жатыр деп ұрсып жүретін адамдар бар ғой. Біз соларды әзіл ретінде айтамыз енді. Міне осылар нағыз жолдағы жағдайды бақылап отырған кісілер деп. Яғни жолда анау бүкіл адамның поведениесіне қарап, жолдағы ситуацияны тек қана жолдағы ситуацияны қарап отырған кісі деп әзіл деп айтамыз. Негізі бір жағынан ол да шындық. Яғни ол басқа ой басқа жақта отырған жоқ. Мына жолдағы жағдай қарап отыр. Алдындағы жүргізушілер не істеп жатқанын бәріне мұқият бүйтіп қарап отыр. Сондықтан да сіз жолда жүрген кезде солай сақ жүріңіз. Өте білімді болыңыз, қатардағы жүргізуші болмаңыз. Сіздің мақсатыңыз әрқашан А нүктесінен Б нүктесіне аман жету болсын. Тез жету емес. Аман жету ол тез жетуден 1000 есе артық. Құрметті оқырмандар, осылай сіз болып, біз болып, мына қоғамның жүргізушілік мәдениетін көтеруіміз керек.